дұрыс қой, неғыс деген сөзім ғой. Андай жоқ, андай неде биологический папасы кім деген ғой. Қонаққа келген ғой тойға. Ой, қазынды басқа біреуге айтып шағаман. Құсын алған біреуіз екі әзізді айтып оқырсын. Тойдың жақсы өтуіне, ол мен сұрап атқан себебім маған, былай қарайық, тойдың жақсы өтуі тамадаға байланысты емес қой. Мен шығайын, жаңағы бала шығайын, артынан 4 ән шықсын, қыздарыңыз жеңгей тұрмақ бүкіл халыққа өлең арнасы да, тойдың жақсы өтуі екеуіңізге байланысты. Билесеңіздер халық билеп, күлсеңіздер халық күледі. Сондықтан екеулеріңіз сәл бір-біріңізбен араласып жүрсеңіздерші, араласыңыздар жалпы. Күліп ойнап жадырап, мен как ортаға шақырайын, бір настроение шығыңыздар, ма? Келісіз ғой? Мен вообще осы тәтеме ризам бар ғой. Мынандай әйел алған сіздің вообще вкусыңыз мықты екен аға. Бірақ сіздің вкусыңызды ойлану керек. Ана жаққа барасыздар, ана жаққа барасыздар. Жаңағы новый де шығасыздар да жүріңіз. Давай. Неге әйеліңіздің алдына жүрсеңізші құрсын аға? Сіз деген еркек адам емессіз алғысың. Ал жастап тұрып бір айғайлап шулап ортаға шақырайық, мен той иелерін шақырайын, бір ешкім мән беріп жатқан жоқ, тегі айтып кетті. Той иелері, яғни үйленіп жатқан жігіт тұрар ғой, я тұрар ма? Тәке той құтты болсын, тәке. Төртеуің бар ғой, ванныйда отырған сияқтысыңдар. Тұрардың ата-анасы ортаға шақырайық, музыка тек қана сіздерден шапалақ, шаттық, айқай шу керек, бітті басқа ештеңе емес. Қарсылайық, той иелері! Ей, кетті! Айқай шу, сал, поддержка, айқай! Стоп, қайқа. Ой, мына сен қарасаңшы, бетіне қарасаңшы. Бір мамасынан қалған баласы ұстап кетіп бара тұрған үстіне. Ойбайна арасында сәкеңе қарап қойсаңшы, ойбай отағасы деп сәл шамал. Кетті ғой, деген болмайды тұршы деген. Нақсы деген отағасы емес бұл қосына берім ұстады ғой. Давай нақсыға қараңыз, болмайды ештеңе. Музыка жібер! Шап, жібер! Шапалақ айқай шу, шапалақ. Алматы! Алматыға қараймыз. Сал, айқайлап шулаймыз. Сәкеннің тойы құтты болсын! Сұрақ қойын, біздің Сәбит ағам қалай билейді? Бұл абыройдың арқасы, Сәке, абыройдың арқасы бұл. Бір сұрайын ба? Құлаққа шағымды болып отыр да? Сәкен қалай билейді ау? Сәкеннің әйелі қалай билейді? Мен естімей қалдым ба? Сәкен қалай билейді? Сәкеннің әйелі! Мен түсіндім. Сіз неғып бүйтіп жүргенін түсіндім мен. Нақсы туыстары көп, соған сіздің жыныңыз келіп жүр. Сол айтамай жүрсіз. Іштен шығарамай жүр. Өшін былай қыламыз, тепе-тең қыламыз өшін. Наса полный, ол Сәбиттің тойы құтты болсын, айқайлап, шулап, Сәбит! Деп. Наса полный, сіз ғой апа. Сіз полный атыңыз кім? Абадан. Абадан? Бірақ түрі Назгүл деген әйелі ұқсайды, е? Сіз Абадан деген кемесі, Абадан деген мына кісі ғой, Абадан деген. Абадан десе, Абадан деген уже қорқып тұрсын да, короче. Полный, Сәбит аға, сіздер жағасына, сіздер Абадан әпшемі жақтым. Итак, оң жақ, Сәбит ағамыздың тойы құтты болып, ұлы бақытты болсын. 4 официант шапалақ ұрды ғой. Ана кранда тұрған жігіт қолын майыстырып алашында шапалақ ұрам деп. Көрдіңіз ба? Қалай абыройға сәл күліп тұрмыз. Сол жақ, Абадан анамыздың келіні көп ұзамай жүкті болсын. Алсамыз. Что-то мына жақ мақтау, е? Мен сіздің абыройыңыз ойлап тұрмын аға. Негізі қалай? Az жағынан беріп тұрасыз ғой сәлем. Мен сол мен сіз жақ босып тұрмын, сәл еркек ретінде бек босып кетті, жеңгел бір сатып төмен болды. Абадан апай! Осы жетеді. Біздің Сәбит аға! Осы жақ екен ғой сіздікі. Солда адам көп мына жақ, сол жақ. Бұл жақ адам болғанда мына жақта еще кілең әжелер ғой, сіздер жақ ішіне сықырамай тұр. Аздау отыр адам. Екеуміз WhatsApp-пен сөйлесейікші, не қылсыңдар ғой? Тойды құлауыз. Мен айтамын да, қалайшы? Не қылсыңдар мына бүкіл халық істейді. Сендер неғып төртеу тұрсыңдар, отырсыңдаршы.
Жоқ, сен отырсың ба, тұрсың ба? Отырсайық құдай. Сәке, бір сұрақ қойшы, бүкіл халық беске біледі ғой. Иә. Сізді беске біле ма? Иә. Мен қазір мынандай сұрақ қоямын, біздің Сәбит ағамыз қандай деймін, тек қана сыдан бастап әңгіме ету керек қой. Сәбит аға серьезный, Сәбит аға салмақты, сұлу деген келмейді сізге. Мысалға, Абадан ағамыз қандай? Абадан ағамыз абыройлы, Абадан ағамыз авторитет, аферист деген мысалға. Жоқ, примерно айтам, примерно деп жатырмын, вообще деп жатырмын мен. Мысалы, Тұрар қандай жігіт? Тұрар неме бар еді? Тәрбиелі, текті, кейін атың еді? Айда. Я жақтып қойып тұрсың. Сол қызды мен емес болсын, не ал деген қызды. В общем, ең мына адамға подарка бер. Әкесі екі подарка берші маған. Екі подарка бер. Сәбит ағамызға бір кішкене сәбит ағасы осындай бері ғой. Мынау Сәбит аға сізге, мынау Абадан ағамыз мынау сізге. Келістік қой. Ең ұнаған адамға подарка бересіз, апа. Көргенге белгі бере салмаңыз. Ұнаған, мысалы Абадан, мысалы кеттік, Сәбит ағамыз қандай? Тек сыдан айтамыз. Сымбатты, сабырлы дейді. Салмақты. Салиқалы дейді. Ал, серьезный, не дейсіз? Не дейсіз? Сері жігіт дейді. Ойбаған, атаңның ішіп кетуге болады да. Қандай? Қалай? Сабырлы, айтты ғой, сабырлы. 140 адам айтып бір сөз қайта алмайшы. Қалай? Сымбатты жігіт. Сымбатты. Бір әйел отырмаған сымбатты жігіт дейді. Супер жігіт дейді. Ойбаған. Айтыңыз, естіп жатырмын мен. Сұлу? Супермен? Мына не қып жеріңізді мынақсын? Сүйкімді дейді. Жігіттің сұлтаны дейді ғой. Самая симпатичная дейді, сен отырып тамақ ішесің ау. Мына кісіге самая симпатичная сіз. Отыршы тамақ ішесің. В общем, ең ұнаған сөз қайсысы аға, соған береміз ау. Ұнаған? Ұнаған сөз жаңағы, ең ұнаған сөзді айтам, қандай сөз ұнады, соған береміз. Ең ұнаған сөзге беру керек қой. Мысалға сізге күйеуің жайлы қандай сөз айтқан ұнады халықтың? Вообще екеуің тойға қатысы жоқ адамдар сияқты ғой. Аксерге Тұрар айтқансың ба, бүгін үйленемін деп айттың ба негізі? Күйеу ұйықтап тұрып, деп келе салған сияқты қысың. Қандай сөз ұнады? Өзі біледі ғой. Ойбай көкім, не ол таза алаңсыз? Ұнаған сөзі жаман емес, жақсы жігіт деп отыр, солай шығар енді. Сол айтқан сөздің ішінде сы деген әріп тауып беріңші аға. Сы деген сөз, вообще сөз, қандай сөз ұнады? Сымбатты дейді. Өзі көп ақыл ойласың аға. Сымбатты деген біреу айтты әйтеуір. Кім айтты? Кімнің әйел дейді? Кім келіңіз, кесеңші ортаға. Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйбін жанға берген. Көңіл айтуға келеткен жоқсыз, подарка келетсіңіз деген. Билетпесеңші қызың, таптамашы көрген. Атыңыз кім сіздің? Шолпан? Нормальный аты бар еще. Сымбатты деген сөз ұнады ғой, а? Сізге айтқан сымбатты деген сіз айтқан? Болды ғой, билеткесің Шолпан. Жібер! Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйбін. Билемеген дұрыс екен, билемеген дұрыс екен. Ал сізге Шолпан, аман болыңыз. Сіз кім болдыңыз осы әулетке? Қарындас болам Сәбит аға. Отырайын. Ұрыс жіберді, қарындас болам деп. Вот Абадан деп осы кісіге өмір қартыншы. Сізге Шолпан деген жарасады. Сөз сымбаттысыз аға, бол бос тұрасыз. Енді Абадан анамыз қандай? Тек адам бастап. Аяулы ана. Осындай сөздер айтамын, осындай сөздер айтамын, приятный андай. Ал қаша аферист кереміз андай. Айбатты дейді, ташы. Қалай? Қалай дейсіз? Ойбай, не дедіңіз апа? Асыл дос? Әдемі емес па? Асыл дос деген кішкене айтыр. Қандай ардақты дейді. Әдемі деген ой, апа, мен ән айырмыз. Абыройлы, ақкөңіл, ташы. Алтын дейді, ташы. Ақылды деген тоже күшті сөз. Не дейсіз апа? Әдемі деген келмейді, әдепті де келмейді ғой. Қойқырсын, әулет не үйіне бады мен ән айырмыз. Не дейсіз? Ардақты ана. Тоже әдемі. Қандай? Қалай? Аслана, айбатты, адал жар дейді.
Сен акам айда бірдеңе демедің ба енең жайлы, енең жайлы. Енең қандай айда сенің? Қой мен танымай бөлек шығамыз. Қандай? Ақ көңіл? Негізші мен риза болатқаным, той негізі мына жақта отқан сияқты, мына жақта ана төрдағылар бір аузы шар деген сәтсіздер кәдімгі. Қандай? Болды ма? Тау деймін. Ең ұнаған сөз қандай? Бір жеріңіз алып тұрған жоқ па сізді? Нормально ма, точно ма? Сандай түрсет қашан тиетін той үшін неме киіп алғансың деп ал? Сол ғой деп айтып қойдың ба соны? Жоға тұра тұрсаңшы береміз өзіміз. Ой, мына кісімен жұмыс істей берген жақсы екен. Қандай сөз ұнады? Ардақты ана. Точно ма? Жоқ, ардақты ана болғанда неше балаңыз бар, құдай берген? Сол ұнап қалды өзім. Неше балаңыз бар десем, білмеймін деген сөз. Қалай? 5. Неше бар? 5. Анасы әйеліне айтса, иә. Негіз 4 өт десем. Кім ардақты ана деген кім айтты осы? Сылап кеңші. Есімнің балғаны сайылмес балығия, қырбаша билейікші Қосай. бақытты болуыңа мен Рахмет. Осындай апаларға жаным жақсы. Рахмет апа, жаз 100-ге келсін апа, 100-ге келіңіз. 100-ге. Атыңыз кім? Гүлсара. 20-ға келіңізші. Гүлсара апа, вообще өлмеңізсіз. Аман болшы. Жалғыз өзі сен ма? Сымбатты мен сіз ардақтана. Тұрар, орнына тұра ғой. Тұрардың тұрғаны күштіген. Орнын айтам, орнындағы тұрғаны. Тұрар қандай жігіт? Тұдан бастап айтамыз. Тұрақты жігіт дейді. Анаға не істеп қойдыңыз бұнша? Тұрақты болатындай. Тақты. Терминатор деп атыр маяқта сен. Тәрбиелі. Тигір дейді. Ойбай, тигір дейді. Андай тигірді бір шек көрдім. Төзімді. Тәтті, төзімді дейді. Прикинь, Тұрар саған прикол айтып отыр маяқта. Тартымды жігіт. Қалай? Талпынысың мощный дейді сен. Тұңғылықты сөйтіп тема жігіт дейді ғой. Осымен боламыз ау. Тигір деп айтты, талпынысты текті деп айтты. Бұдан барып не керек мысалы? Бір подаркін бере сал Тұрарға бір. Тұрарға, иә. Сондай подарк. Тұрар қаны кімге береміз? Не дейді? Тәрбиелі? Ойба бір тигірден жібермедің ба? Папаң ұялмай сымбатты жіберіп отыр оқырсың. Тәрбиелі ма? Ойба? Оның деген тәрбиелі деп кім айтты ал? Тәрбиелі. Қойыңыз. Анасы қызылдағы кесеңізші. Қызылдағы деген көкөлек деген құрбыларым Ама, не деген көлек деген бір дәулет шамала ұрайыншы осындай кісіге. Ақбөкекпенен көкбөкекпенен Жаңа жылдан әлі шешінбегенсіз бе сіз? Күшті екенсіз. Келіңіз, екеуіңіз бір төбелессаңыздар. Сосын кім жеңеді десең? Рахмет. Қалайсыз апа? Есіміңіз кім? Ақсыңгүл. Кім? Ақсыңгүл. Күшті екен атыңыз. Осыны берейінші сізге. Ризасыз ба? Мәңіз тағы. Тағы бірдеңе демек тұрмышы. Осы бесеуін біреуін таңдамаңыз енді. Ойнап айтам. Қасындағылар бәріне бөліп беріп шығып қойды. Рахмет, апама ризам, қарашы. Күшті да. Так, біраз вообще күштіген Нигерияның астанасында тұратын сияқтысыз деген. Атыңыз кім? Сәуле. Сәуле деген ат жараспайды сізге. Бір Джулия ма сондайға жарасады екен. Кім болдыңыз? Уже не важно уже. Қалай дейсіз? Балдызы болған кісі. Мына кісі туысыз ба? Ойбай, нормальный бер. Бағана абадан айтқан жақсы сыйлықтар менің туыстар мен құдаларға, онша еместерді сәбидің туыстарына бере саласыз деп. Ал? Айт дегеніңіз айтып жатырмын апа. Сөзімде тұрмайды, аузымда сөз тұрмайды. Болды ғой, акция бітті ғой, кесеңіздіңізші. Күшті екен.
Ау, Ағы да береметін ғой, дағы көбірек көп. ай жұртқа қойсаңшы. Алақсың, мына көді. Үші рахмет деп өте жан шығып барады. Бірдеңе барады. Тұрар, енді айда тұра қойыңыз. Сен атың действительно күшті қойған тұрарды сен құр тұра қойың. Айда келіңіз, айдаға бір жақсы. Айда қандай келің? Вот, сосын сразу айтайын. Ардақты, ақылды, бірдеңе сөз айтпаймыз. Ол и так ясно. Қазақтың қызына тән қасиет. Андай бір необычный сөз айтайық. Давай бір күшті подарка берейікші. Ана кілем берейікші, кілем. Соны айдаға береміз. Қыз келін емес па? Тем более қайын жұрты отыр анаяқта. Сөйтіп, біздің айда қандай қыз? Апа сізге болмайды уже. Ойбай, сіздің бүгінгі тойда вообще болмайды сізге. Айдай сұлу келін, авторитет келін дейді, келмей жатып. Аяулы жан дейді, естіп атсың ба сен айда? Қандай? Ақ, жарқын келін. Таршы. Қалай? Азамат дейді. Переш, не деп атсың сен? Айтшы. Адекватная дейді. Адекватная деген? Ача сомнениялар болып бет? Адекватная деген білесіз бе қандай екен, апа? Қандай адекватная деген не? Адекватный, бірақ сізге сұрым. Ойбайсыз. Сіз шашыңызға найзағай астына түскен міне ғой? Кешші, найзағайдан шықты құрсын? Бір шкафтың шешіп тау. Ау. Келіні Аида. Не дейді? Абаданның алғашқы келіні Аида. Абадан құрдасын бет не? Жеңгең ма? Мә онда. Бұл кілем негізі ұшатын кілем білесіз ба? Бұны бұлай жаясыды, үстіне 5 литр баклажкамен кейін айтып беремін мен. Рахмет. Ойбай, нағылы кісіге не өзімен өзі кеп? Абаданның алғашқы келіні. Шынымен алғашқы келініңіз ба? Иә. Сізге риза болдым аға бір. Бір риза болып, не айтсың? Қамаз болам, саған да риза болдым. Оттан мен. Екеуміз бір-бірін жақсы түсінетін сияқты. Пайда, қолданған қазір. Екеуміз сүйіспей тұрғанда жібересің аға. Айтпақшы, құдағи бар ғой, я? Аты кім құдағидің? Меруерт. Меруерт, я? Жыныңыз кеп тұрған жоқ болған? Күн күшті бір ризалыққа. Кім құдағидің аты? Меруерт. Сіз үшін Меруерт деген, үшін апа жаңа құдағи сосын бір әділет деген ағасы бар екен, дұрыс па аға? Иә. Соны алып келсеңізші ортаға. Алып келіңіздер. Стоп, қате. Мына кісі бірінші болып жүрсінші, хотя бүгін еркек болып. Бірінші жүрсінші, хотя. Музыканы қоямыз.